Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырып мастурбацияның ерлерге қандай әсері болады? Осы жайында болмақ. Мынау енді жасырын жүргізген сауалнамаларға сәйкес 96% ер адамдар осы мастурбациямен айналысады. Бұл енді жасөспірім кезде, әсіресе жыныстық жетілу кезінде қызығып мастурбациямен айналысады. Ал егер есейген шақта жыныстық қатынас үзіліс жасаған жағдайда мастурбация жасауы мүмкін. Маған енді аптасына кейде күніне бірнеше рет жасайым деген пациенттер келіп жасады. Сонымен осы мастурбацияның қандай қауіпті екендігін айта кетейін. Мастурбацияның қауіптері көп. Оның негізгі алтауын жаздым. Міне мұнда жүйке жүйесіне теріс әсер етеді, яғни неврозды тудыруына, простата безін тітіргендіреді, яғни бездің қабынуы, жаңағы простатит қабынып кетті деп жатқаны осы. Тез бітіру рефлекторды күйде қалыптасады, себебі жас кезінде біреу көріп қоймасын деп тез бітіруге асығады. Және де эректильді дисфункция, яғни импотенцияға алып келеді. Және пероний ауруы, ол енді жігіттерде основнан байқалады. Және де алтыншы, жолдасына көңіл аудармайды, яғни ол өзін қанағаттандыра алады. Жаңағы жолдасымен жыныстық қарым-қатынас үзілген соң, бұлайша өмірде де психологиялық ауытқулар пайда бола бастайды. Мен сіздерге кеңес беремін мастурбацияны жасамауға және де регулярды жыныстық қатынасқа түсуге. Егер жас болсаңыз, әлі бойдақ болсаңыз, мейлінше нәпіл ораза ұстап, басқа нәрсеге назар аударғаныңыз жөн. Мастурбацияны жасап дағдылансаңыз, келтірілген зияндарымен қоса психологиялық тәуелділікте пайда болады. Одан арылудың өте қиын екені белгілі. Сондықтан осы және де басқа да сұрақтар бойынша көрсетілген номерге хабарласыңыз және де YouTube каналға тіркеліп қойыңыз.